Баршаңызға сәлем, сіз Назым Кей каналындасыз. Осы сезонның ең атақты торты бұл арал торты, яғни остров торт. Бүгін осы тортты жасап көретін боламыз. Мендегі торт бір түн тоңазытқышта тұрды. Крем менен корж жақсы сіңген, жұмыс жасауға ыңғайлы. Мендегі торттың іші молочная девочка, диаметрі 15 сантиметр. Тортты барынша аралға ұқсату үшін ортасын және шетін кесіп алып тастаймын. Осы корждарды және жетпесе тағы да кішкене корж қосып, үстіне шоколад құямыз, еріген шоколадты, қара шоколад. Барлығын бірге араластырамыз. Осындай күйге енеді. Осы корждардың көмегімен біз торттың бетіне осы аралдың тауларын жасайтын боламыз. Ол тауларды жабыстыру үшін торттың бетіне мен кішкене шоколад жақтым. Сол шоколадтың үстіне осы тауларды осылай құрастырып кете береміз. Енді бізге торттың сыртын қаптап шығу керек. Менің қолымда қазір шоколадный ганаш. Сіз шоколадный ганаш қылып жақсаңыз да болады, немесе шоколадтың өзін жақсаңыз да болады. Осымен қазір торттың сыртын барлығын толықтай қаптап шығамын. Тортты осы шоколадный ганашпен қаптап шығып, мен тоңазытқышқа жіберемін, сонда қату қажет. Қалған корждарды осылай ұнтақтап, сумен жасыл бояуды араластырып, коржды осылай жасыл түске боядым. Бұл бізде талдарымыз болады. Енді біздің тортымыз барынша аралға ұқсау үшін мен сыртына ақ шоколадты ерітіп осылай жағып шықтым. Сонда кішкене болсын шынайы тауларға ұқсады. Келесі кезекте бізде 75 грамм желатин, 300 грамм салқын су, екеуін бірге араластырып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Желатин суды өзіне сіңіріп алу қажет. Осымен желатин менде дайын болды. Мына екінші ыдыста тұрған бұл жерде бізде сироп. Сироптың рецептін астына жаза кетемін. Екеуін бірге араластырамыз. Егер де арасына желатиндер араласпай жатса, онда тура осыны газға қойып кішкене ерітіп аламыз. Енді торттың сыртына кальцоны орнатып, шет-шеттерін барлығын жақсылап скотчпен жабыстырып шығамыз. Өйткені ішіне желе құятын боламыз, сол ағып кетпеуі қажет. Менде желе осымен дайын болды. Үстіне көк түсті бояуды осылай араластырып жіберемін. Кальцонның ішіне ацетатный пленканы сұйық маймен майлап осылай орнатамын. Алдымен желенің аз мөлшерін тортқа құйып, оны тоңазытқышқа 20 минутқа жібереміз. Өйткені астыңғы бөлшегі бірінші қату қажет. 20 минуттан кейін қайта қалған бөлшектерін құйып шығамыз тортқа. 20 минуттан кейін тортты қайта тоңазытқыштан алдым. Астыңғы бөлшегі қатып қалған, соның үстіне желені қайта құйып шығам. Енді толықтай барлық мөлшерін құйып жібереміз. Осы арал тортының ортасына құйылатын желенің түсіне мен кішкене жасыл түс қостым, солай құйдым. Менде торт түні бойы тоңазытқышта тұрды. Желенің барлығы қатып қалған. Енді кальциясын барлығын ажыратамыз. Енді торттың бетін мен жаңағы боялған ұнтақ корждарменен және бисквитті мүкпенен оформление жасаймын. Бисквитті мүктің рецептін осында астына жаза кетемін. Осы бисквитті мүктің көмегімен және жаңағы боялған ұнтақтардың көмегімен өзіңіздің фантазияңыз бойынша кез келген оформление жасай бересіз бетіне. Барынша осылай островқа ұқсатамыз.
Енді аралымыз барынша шынайыға ұқсау үшін шет-шеттеріне су толқындарын жасаймыз. Ол үшін ақ түсті бояу және қыл қаламның көмегімен аралдың шеттерін осы ақ түсті бояумен осылай толқындарды салып шығамын. Арал торты менде осылай шықты. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Келесі кездескенше.